жүзім жегісі келген қасқыр. Бір түлкі жүзімге лаққа тойып баудан шығып келе жатады. Оны көрген қасқыр: жүзімді қайдан жедің? Айтшы, мен де жейін, айтпасаң өзіңді жайратамын дейді. Ақырып: ойбай Қасеке, құлдық дейді түлкі жылмаңдап. Сенен несін жасырайын, ана баудың ішінде сиқысып тұр. Жүріңіз, ертіп алып барайын. Түлкі соны айтады да қасқырды ертіп апарып, өзіне үйреншікті тесіктен бауға кіріп жібереді. Қасқыр таңсық болған жүзіміне әбден тойып, баудан қайта шығайын десе, әлгі тесіктен өте алмай кептеліп қалады. Мұны көрген түлкі: Қасеке, тым көп көрсетқіз екенсіз. Артын ойламаған сол керек деп жүре беріпті. Бауға су салып жүрген адам тесікке кептеліп жатқан қасқырды соғып алып